Адам өмірінің мөлшермен 1/3 бөлігі ұйқыда өтеді екен. Осы 1/3 бөлігі уақытыңыздың, яғни ұйқы сапаңыздың жақсы жаман болуы, өміріңіздің қалған 2/3 бөлігінің қандай өтуін белгілейді екен. Сол үшін қанып ұйықтағаныңыз, денсаулығыңызды аялағаныңыз, әрі өмірге деген жауапкершілігіңіз. Сондай-ақ уақытты қадірлегеніңіз, әрі тұрмысты қызу сүйгендігіңіз болмақ. Сол үшін ұйқым жайлы, денім сау болсын десеңіз, мына 4 түрлі әдісті біліп алыңыз. Бірінші, әр күні күндіз барыңызды салып құлшыныс жасаңыз. Түнде ойыңызда өкініш қалмайды да, алаңсыз демалып, тыныш ұйықтайсыз. Екіншіден, ұйықтар алдында телефон көру әдетіңізді барынша өзгертуге құлшыныс жасаңыз. Үшіншіден, көңіліңізді кеңге салыңыз. Ұйықтар алдында шырма шату ой қиялды сырып тастаңыз да, жағымды музыка тыңдаңыз. Жай ғана керіліп созылып алып, жастыққа бас қойыңыз. Төртіншіден, уағымен ерте тұруға дағдыланыңыз. Мұнда ерте жатып, ерте тұрып, қызмет пен демалысты жүйелі орналастыра білдіңіз.